қатты ренжіп үйге келгім келмеді. Көшеде жүрдім. Мен сол жерде жатқанда ойландым, көп адамдарды еститін едік, көп адамдарды кейде өмірден жоғалтып алып жатамыз. Осындай жағдайлармен екен ғой деп. Су сұрасам сүт берген, айран берген, қартайып қалыпсың ау қайран жеңгем. Өкініші сол уақыттарда шығып кетпей елде қалып қойған. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Біз бүгін сұхбатымызды жалғастырамыз. Біз бүгін Ақтөбе қаласынан шығып тұрмыз. Бүгінгі сұхбаттың қонағы біздің белгілі ақынымыз, композитор, айтыскер, бір басында бірнеше өнер бар Алаштың азаматы Шынберген Сүлейменов ағамыз. Жеке көргеніме қуаныштымын сізді. Рахмет. Өз сұхбатты келіскенімізге бір 2 жылдай болған шығар. Бүгін бір сәтімен келді, сіздің отбасыңызға келіп отырмыз. Жалпы енді сұхбатты бастағанда мен 3-ке бөліп өзім ойладым. Тақырыпты 3-ке бөліп қараған дұрыс шығар. Бірінші туған жер, арал, екінші шығармашылық, және өзіңіздің өмір туралы, өмірде не туралы, не түйдіңіз сол туралы алайық деп мен ойлап отырмын. Енді бүгінгі әңгімемізді жалпы сіздің туған жерден бастасақ. Енді сіз бен біздің ауылымыз жақын, көрші, Қарателең, сіздің Қызылжар. Жалпы туған жер дегенде сіздің ойыңызға бірінші не келеді? Ассалаумағалейкум. Мына бәріңізге де өткен кеткен мерекелеріңіз құтты болсын. Енді мынау халықтың ортасында жүргеннен кейін елмен халықпен сұхбаттасқан өзі бір үлкен мәртебе. Қазақта сөз бар ғой, қанша мықты болсаң да елден халықтан үлкен емессің деп. Мынау енді халқымызбен сәлемдесіп жатқан жаңағы сұрағыңыз өте орынды. Әркімнің өзі туылған жері Мысыр шаһары деп жатады. Туған жерін тоғайда, тынысым торғайда, туысым деген сөз бар. Сондықтан енді елден бастайық деп жатсыз. Мен анау Қызылорда облысы, яғни сыр бойы, Сырдарияның жиегінде Арал ауданында Қызылжар елді мекенінде дүниеге келгенбіз. Ол Райым колхозының орталығы болған. Жалпы қанша қазақтың ақын жазушыларын білеміз еді. Бірақ осы туған жерін, ауылын сүйген, соған бүкіл ғұмырын арнаған 8 адамды мен аз көремін. Әсіресе өнер өкілдерінің ішінен. Сіздің ауылының бір күн мен бір түні баяғы. 2 күн, 3 күн ба жасадыңыз? Осындай бір туған жерге махаббат қайдан кетті сізге болса? Ол не деген махаббат жалпы? Ол не себеп болды сен сондай нәрсе жасауға? Туған жер ең осы адамның отаны ғой енді. Былай қарағанда отан отбасынан басталады деп жатады. Сол жерде енді біз туған жердің жаңа тоғайда, тынысым торғайда, туысым деген сөз бар. Ол жердің бәрі ыстық маған. Бір өлең шығарсақ, соның әйтеуір бір шумағы болмаса да, бір қатары болса да, сол ауыл деп тұрады. Сағынғаннан ба ауылда ерте кеш кеттіңіз ғой? Иә, ол ауылдан қатты көп кешіккен жоқпын, жасы кеткен жоқпын. Бірақ туған жер сағынамын бәрібір. Кейде ойламаған кез болды ма? Жоқ, кезім жоқ, ойламаған кезім жоқ. Туған жер ол үнемі менің санамда жүреді. Сондықтан сондай сөз сағынасын, елдегі жыр термені, ән сағынасын, елдің әңгімелері, табиғаты, ол жердің дарияның жағасынан қашқан сулар, жалпы көкірек шалғын, сол туған жер бәрібір ыстық. Шәкең неғып Қызылжар қиып кетті, қалай қиып кетті екен? Енді қимағымен болмады. Өз анам айтатын, әкең маған тапсырып кетті, әкем 98 жыл өмірден қайтты. Сол кезде сені маған осы қолғанат болсын деп тастап кетті ғой. Ақтөбеге көшіп келу себебіміз бір жағы өнердің қоладық, екінші жағынан бір тойға келгенде Шалқардан ұшқан Аққұла тобының қос бірдей әншісі Әділбек Сарин, жырау термеші, қазаққа белгілі. Сосын Елдос Жұмағұл. Сол екеуімен танысып, сол екеуі маған осы Ақтөбеге көшіп келші деген бір алдында ой болып еді. Сол ой қозғады ма? Сосын елде жүре бергеннен көріп, сондай өнеріміз шыңдайық деген оймен тағы осылай қарай қоныс аудардық, шықтық. Сөйтіп, ауылдан кеттім дейсіз ғой. Бір есімде сіз осы 2000-ші жылдары ғой деймін, айтысқа қатысқаныңыздан, аламан айтысқа, Алматыда. Сонда сізге бір қарсыласыңыз сол кінә қойып, жаңағы арал тастап кеттің, туған жерінде жүрмейсің ба, жаңағы бірдеңе тойған жерінде жүреді дегендей деп. Сіз әдемі жауап қайтарғаным есімде. Мұхаммед пайғамбарда Мәдинада туып кеткен өлген жоқ па деген.
әдемі жауап болды да сол. Сол сияқты бір қай жерде жүрсе де азаматтың өзінің орны бар ғой. Ана бір үлкен бір ағамыздың әңгімесі бар. Дұрыс талап ойлағаннан кейін шығу керек. Халықтың ортасына қарай бару керек. Бір ауылдың айналасында қалып қоймау керек. Ұлы адамдар ауылда туып қалады өледі деген сондай бір сөзі бар керемет. Сондықтан енді ол тууда өлуде емес, бірақ ана өнер бойындағы өнер шындатпайды екен. Туған жер дегенде жаңа айттыңыз, ойламаған күнім жоқ. Ойлағанда несін ойлайсыз, несін уайым боласыз, несін толғанасыз? Уайымдайтынымыз қанша халыққа, елге қаншама мынау Ресейдің өзіне 14 вагон балық жіберіп, абырой асқақтаған Арал теңізінен кетіп қалғаны сол қатты жүрегімізге бататын еді. Мына менің өзімнің ұстазым, айтыскер ақын Қайым айтыстың королі деп атағын алған, қазір марқұм болып кетті, Бекұзақ Тәңірбергенов. Ойымнан туған жерім бір кеткен жоқ, ақтуын адалдықтың кірлеткен жоқ. Аралдың табанынан су кеткенмен халқының жүрегінен жыр кеткен жоқ деген сөздің өзі, бір сөздің өзі бүкіл елге ұран болып қалды. Сол енді мен уайым сол теңіз толса екен. Дариямыз салқып, көліміз толқып, сол енді ырзық несібесіне айналған сарбауыр сарсызанын жеп халық сол жерде тұрақтап қалса екен деймін. Жалпы жаңағы Бекзат ағамыз айтқандай, жүрегі жыр кеткен жоқ дейді, халықтың жүрегі жыр кеткен жоқ. Жаралы халық қой енді негізі. Біздің Аралдың халқы ол шынымен де жаралы халық. Әбден экологияның көрген, басқа да қиындықтар көріп отқан қазіргі. Солардың жүрегін жырмен емдеп жүрсіз ғой. Соңғы кезде бір осы Аралға байланысты шығарған өлеңдеріңіз бар ма жалпы? Енді бұлай айтыста, айтыста айтқанымыз болмаса бұлай көп ән шығарып алған жоқпын да, бірақ мен ана Арал туралы әннің ішінде біздің ұстаз болып келеді, әрі аға болып келеді, Алпысбай Қайырбаев ағамыздың «Шалқыған теңіз айдыным» деген сол әндерді керемет жақсы көремін. Оның бәрінен бұрын бала күнімізден біздің мына санамызға сіңіп қалған бір керемет ән «Төсіңде толқын ойнап жатушы еді, өзіңді күнде қимай батушы еді» деген. Еркелеп өскен едім айдыныңда, толқын жатқан арал қайғы-мұңға қалайша салып қойды қайғы-мұңға деп. Сол әнді жүрегіммен тыңдаймын. Сосын барған жерінде осыны бір айтпасам көңілім көншімейді. Өйткені туған жерге деген махаббат әнмен де, жаралы жүректің өзін әнмен емдейді ғой халық. Барған жерде осыны айтып, елдің азаматтары, сол теңізді көрген азаматтар, ағаларымыз, әкелеріміз отырған кезде көзінің жасын бір сығып алып отыратын еді. Кімнің жүрегіне батпайды дейсің, ол Арал. Енді біреулер келеке қылып айтқанымен, ол бәрібір туған жер ол. Оның үстіне Арал деген бүкіл жалғыз сол Арал аймағындағы адамдардың емес, бүкіл қазақ елінің қасіреті, жалпы әлемнің қасіреті деп болады. Ол жаңа содан ұшқан тұз басқа бір шетелдерге барып түсіп жатқанын да біліп жатырмыз. Бұл енді бәрі де Алладан енді. Ол қазір оны толтырам деп дарияны кеңейткен, менде ар жағынан су болмаса ол ешнәрсе болмайды. Енді жақында ғана осы ұялы телефондардан көріп жүрміз. Әр жерден су шығып жердің бетіне. Оны жаңағыдай тоғандап, су шыққанына қуанып жатқан жандарды көріп жатырмыз да. Көрген сайын біз де қуанып жатырмыз. Қуаныштымыз. Енді су келсін, Арал теңізі баяғы қалпына түссе, мен бір өлеңім бар еді. Кетпесе де бұл жерден көшкіндерде Арал мен әрі тамыр доспын менде. Сенің жаған сулары қайтқан екен, біз кішкентай бозбала ес білгенде, кешір теңіз, қайтадан қайтып келем, сенің дауысың қалаға естілген деді. Қай шамада шығардыңыз? Осы Ақтөбе көшіп батқан кезімде. Жұртта реніш болмасын деген оймен шығардым. Сіздің ішкі жан дүниеңізді әлде де қарап отқан себебі үңіліп отырмын да. Жалпы ақын адам өмірдегі бүкіл тіршілікке басқа көзбен қарайды ғой жалпы. Ақын болсын жүрегінде адам деген, азамат деген бір сезім бар адам, елдегі жағдайды ойламай тұрмайды. Жаңа айттыңыз ғой, Арал туралы ойлайтыныңызды, теңізді ойлайтыныңызды. Жалпы
кез келген өмірдегі келеңсіздіктерді сіз айтып та жазып жүрсіз, оны шығармашылықтан да білуге болады. Сіздің ана тілі туралы өлеңіңіз бар, қазағым менің қазағымыз бар. Оның барлығы ол сол сіздің азамат ақын ретіндегі деңгейіңіздің және жүрегіңіздің жай таптырмайтын белгілі ғой негізі. Мен біліп тұрмын оны, бірақ өз аузыңыздан да естігім келеді де, жалпы іштегі жалын, іштегі арпалыс ой. Ахмет Байтұрсынұлы атамыздың сөзі бар ғой, халық бүгіншіл, менікі ертеңгі үшін деп. Сіз ертеңгі үшін жасауға не тиісті, біз не істеуіміз керек деген сияқты ішкі бір ой, арпалысты немен басашы жалпы? Ақын қиялы алысқа кетеді ғой. Енді елде болып жатқан жағдайларды бәрін суыртпақтап айта берсең, енді көбісі жат болуы да мүмкін, көңілге соқпауы да мүмкін, бірақ соны тіршілік қылып жасап жатқан адамдар көп. Меніңше мынау балаларға имандылық жетіспейді дейміз, бірақ сол кеңес дәуірінде де ел ішінде мешіт жоқ кезде де намаз оқып имандылыққа бет бұрған ағаларымыз, әкелеріміз көп, бірақ сол ашылған сайын жұрттың бәрі қазір оған бет бұрудан аулақтау жүр. Мынау ұялы телефонда айтып жатырмын, жаңа соған әуес болып кетті, шетелге еліктеу көп. Мен бәрінен де сол жастарға, қазіргі жастарға тәлім тәрбиені сол имандылықтан бастап күшейтсе деймін. Мына бісмілләсіз іс қылма дейді ғой. Сөздің басы бісміллә, бісмілләсіз іс қылма деген терминде де бар. Ең бірінші сол бисмилладан бастап үйретсе балаларға. Үйге кіріп жатқан кезде де оқылатын мұсылман қорғаны деген кітапты аласың, ұйқыдан тұрғаннан бастап қайтадан ұйықтағанша, жалпы өмірге келгеннен бастап кеткенше дұға екен ғой. Үйден шығып бара жатқан кезде, бұрынғылар атқа отырып жатқан кезде, атқа отырып шығып жатқан кезде мынандай дұға бар екен. Бисмиллах тәуәккәлту ғалаллаху ла хавла ва ла қуввата илля биллахи алиyyил ғазим деген. Туған жер туралы да әңгімемізді тақырыбымызда түйіндегім келіп тұр. Жалпы мына бағанада әңгіменің басында айтып кеттім. Мен өзім бара алмадым, бірақ әкем барды. Қай жылы екен есімде жоқ, 2005 жылдар ғой деймін. Иә, 2006-2007. Жаңағы ауылымның бір күні бір түні ғой деп басам. Сіздің жасаған керемет бір ауылдар үлкен кеш болды. Жалпы сонымен түйіндесек, жалпы оны істеудің де себебіңіз не жалпы? Ауылға барып жасау, бүкіл Қазақстанның әр жерінен жаңағы өнерпаздарды әкелуіңіз, айтыс ұйымдастыруыңыз есімде. Осындай әкелген не себеп? Сіздің махаббатыңыз бар туған жерге деген? Мына заманына қарай, заңы тауына қарай аңы деп, жалпы ол уақыттың өз заманы, өз кезеңі болды. Халықтың бәрі жұмыстан қысқартылды, жұмыс болмай жатты. Есеңгіреп қайда көшерін білмей, біз көбісіміз Тара жаққа қарай көшіп жатты, аралды тұрған ауылды жерлерде. Сөйтіп жатқан кезінде біздің елде сол бұзылып кетпесе екен, іргесі бұзылмаса екен деген оймен көп нәрселерді жасады енді елдегілер. Мал шаруашылығымен айналысыңдар деді, егін шаруашылығымен айналысыңдар деді, өнерге қарай бет бұрып жатты. Сол кезде менің ойым осы ақын жазушылардың бәрі де жазушы болсын, ақын болсын, әнші, өнер адамы болсын, ең бірінші шығармашылық кеш ұйымдастырады. Оны барады ауданнан, я облыстан көрсетеді, оған елдің адамдары қатыса. Мен не болғанда елдің ішіндегі азаматтар көрсін, өзімнің туған жерімнен бастайын деп. Сол кезде біреу айтқан, ауылымның бір күні мен бір түні деген тақырыбда күшті екен, бұған өлең шығардың ба деп. Сол кезде айтқан мен, иә, ауылымның бір күні мен бір түні жиналыңдар ұзыны мен мыртығы деп. Сондай, сол кезде елде болсын дедік, далаға сахна жасап қойып, ана әндерімізді әншілер енден айтып жатқан кез, Заттыбектер сүйкімді айтып жатқан кез, солардың бәрі келіп, Бегас Сойбеков келіп, айтыс болды оның ішінде. Енді мен қай нәрсеге қатыстым, соның бәрі болды ғой. Сонда ең сонда гала-концерт болып, түн ішінде сағат 11-дің кезінде ең соңғы ән, сол күннің түннің соңы Заттыбек сүйкімді айтып жатқан кезде, осы Ақтөбеден барған бір топ ағаларымыз, Шора ағамыз бар, Асан ағаларымыз бар, солар барып салют алып барыпты, фейерверк. Соны сүйкімдінің екінші куплетін аяқтап, қайырмасы жақындап қалғанда жаңағыны атты. Сол кезде анам уайымдап отқан ғой, мамам енді менің ішінде, клубтың театрдың ішінде. Сол кезде парт етіп атып жатқан кезде мамам зәресіп кетті. Ойбай, тоқтан кетті деп жүгіреді деген салют атып жатқан білмеген ғой. Сондай керемет болды, сол елдегілер көрсін дедік. Өйткені бір күні мен бір түнен таңертең бәр халықты жинап ат жарыс бердік. Өзім атқа құмар едім. Ат бәйгесі туралы өлең жазғанмын. Иә, сол ат бәйгесінен бастадық.
жаяу жарысы болды, арқан тарту болды, гер көтеру болды, ол спорттан да. Соның бәрін ұйымдастыру бар, соның бәрін идеяны жасаған өзіңіз. Соның бәрі бір Шымбергеннің басына қалай сеп тұр, соның бәрі елге деген махаббатыңыз ба? Елге деген махаббат. Ұйымдастырудыңыз оңай емес ол? Ол елге деген махаббат. Мен қазір бірін айтып бірін кетіп жатырмын, елге деген махаббат. Сосын өнерге деген құштарлық. Сосын елдегілер көрсін дедім. Елдің адамдары көрсін. Ол басқа жерге барып, ол елдің біздің ауылдың адамдары бір жерде барып көре алмай қалдық, өйтпеді демесін деп, сол елде болсын. Әлемге де айтады. Енді шығармашылыққа көшсек, жалпы сіздің шығармашылығыңыз шынымен де шоқтығы биік қой оның. Өлеңді сөз түсінетін адамдар біледі деп ойлаймын. Мен өзім сіздің өлеңдеріңіз, әндеріңізді ең жақсы көретіндерім Қайран жеңгем, Мұқағалидың сөзіне жазған. Өзіңіздің жазған ән сөзі өзіңіздікі ғой деймін, Бербелие, Еркін Нұржан айтады. Сосын тағы қазағым менің қазағым, ана тіл, сосын Жаңабай Өтегенов айтатын өлең бар, біз қыдырған бұл енді туған жер, жастық шақ деген сияқты. Жалпы енді мына Мұқағалидың сөзінің жазылған Қайран жеңгем, осыны қалай қайдан оқыдыңыз жалпы? Ән қалай шықты дегендей? Ең басында әнді ыңылдап жүріп бір әңгелетін сияқты болып жүрген кезде сол Жаңабай Өтегенов туындаған қалшымсақ кездесемін жайлы деп қойған атын. Қалшымсақ кезек деп кеткен. Жоқ, не айтатынмын, кешіріңіз. Бірінші Мұқағалидың Қайран жеңгем. Аққұйын соған. Ойбай. Сөйтіп сол әнді шығарып Жаңабайға. Сол Жаңабай сұрап келіп соны берген. Қайсы жаңағы біз қыдырған? Біз қыдырған анау қырады, анау бақ деген. Солмен шығып кетті, сонан кейін соны естіп Заттыбек алдында айтып жүрген. Сосын айтты, мен анауың сұрап жүрген әнім Жаңабай алып кетті ғой. Маған да бір ән бершейші деп. Содан осында бір тойға келеді екен, концертке. Соның концерттен бұрын үйге келіп, содан 3-4 ән алды. Ол сүйкімді, мектепке сағыныш, ауылға кеттім келіп тұрады деген соны. Сөйтіп жүргенде Еркін Нұржан звондап, мына бәріне ән беріп жатсың, мен қалып қойыппын деп. Содан оған қырғыз қыз, аягөз деген әндер берді. Сөйтіп жүрген кезде бір ыңылдап бір әуен келетін сияқты. Енді әуенге қарасам бір жағынан бір наздық бар, бір жағынан бір мұңдылық та бар сияқты. Сөйтіп жүргенде осыған бір сөз керек еді деп кітаптарды ақтарамын. Көп сөз жата қоймайды, бір тігісі келіспей жатпай жатады әнге. Өзім жазайын десем арзандау болып кететін сияқты болды. Сөзі әнге келмейтін сияқты болды. Сөйтіп жүрген кезде Мұқағалидың кітабын қолыма түсе қалды. Ана адам ойлайды Алла шешеді деген. Қолымен тек бір аудар ортасын ашып бергенде Қайран жеңгем деген не шыға келді. Ана қарасам буындары да бәрі келіп тұр. Су сұрасам сүт берген, айран берген, қартайып қалыпсың ау Қайран жеңгем. Қарғаның валетіндей едірейіп, қасыңа мына біреу қайдан келген, Қайран жеңгем. Анаған үйлесе кетті, соны жазып, ең ананың өзім ән шығарып отырмын, Мұқағалидың сөзін сыйласып отырушек біз құдадай, қанды балақ соғыстау қарғыс сатсын, Қайран жеңгем шырқын. Соны сөйтіп жүріп, Алматыда бір жерде осылай студияға шақырып, сол домбырамен орындап бердім. Содан жігіттер бәрі қайсысы звондап маған. Жоқ дедім, оны адамы бар айтып қойды дедім. Яқы аузыма салған шығар алатты. Сөйтіп жүргенде төр тұлғасы, кескін келбеті, шаш қайыру бәрі Мұқағалидың аумайтын. Суретін көрдім, Мұқағалиды көрген жоқсыз ғой, суретіне аумайтын. Таңат Мамырханов деген жігіт. Сол кезде қалды. Мен айтпай, мынауың тұрған мен Мұқағали ғой дедім. Анауың әнді осыған бер қойдым. Өзі сияқты, өзі өзі мені іздеп келеді екен. Сондай ән шықты деген естіп келеді. Содан домбыраймен айтып кетті. Жоқ, мен әуел айтайын, соны сол Таңатқа бердім. Сөйтіп артынан жігіттердің бәрі сұрап, Таңат алып келді. Дұрыс болған екен, адамды тап болған екен деп. Сөйтіп жүрген кезде Уәлибек айтты. Звондады маған. Сөйтіп сен әндерін жақсы көретін, мектепке сағыныш, сүйкімді.
бір ән шығыпты, ана ән керемет ән екен, сен сол адам тауып беріпсің. Мен өзімде айтайын деп жүрдім, Таңат Мамырхановқа бершеш деп айтайын деп едім осы әнді естіген кезде. Сен өзің соған беріпсің, бізге келіп концертке қатысайын деп жатыр. Ертең осы телевидениеден береді, тыңдарсың деп айтты. Ананы тыңдаған кезде қайтадан тағы бір жылап алдым. Өзінің бітім болмысы, шаш қайыры, тұлғасы, дауысы қандай керемет жарасымды. Сұмдық ана айтқан кезінде өзіміз үйде жан-жаққа звондап жатыр болғаннан кейін. Сөйтсем бәрі көріпті, олар маған звондап жатыр екен. Негізі айтып отқан. Есіңде ме жеңеше біздің ағай, сырласып отырушы ек біз құдадай, қанды балақ соғысы қарғыс атсын, қайран жеңгем шырқыңды обызды қалай. Су сұрасам сүт берген, айран берген, қартайып қалыпсың ау қайран жеңгем. Қарғаның валетіндей едірейіп, қасыңа мына біреу қайдан келген қайран жеңгем. Біздің тектіміз осы ғана жұмақ болып та, бірақ Таңаттың орындауда, бірақ сөйтіп орында анам қарасам, қалған жұмақтардың бәрі керемет. Керемет болғанда бұл трагедия ғой. Үлкен бір өмірдің, дәуірдің трагедиясы ғой. Енді осындай әнді жазу, енді ол Алланың берген құдіреті ғой. Бала кезіңізде талай жеңгелерімді көрген шығарсыз. Болмаса енді апаларымыз дейікші, біздің дәуірімізде мұқағалидан жас қой біз. Сізде біз амандаспыз. Мұқағалиға енді жеңге болады, бізге енді апа болады ғой. Ауылда талай көрген шығарсыз, жесір қалған апаларымыз, әжелеріміз. Олардың енді өмірлері аянышты. Алла аясын, бірақ маңдайға жазған көреді ғой әркім. Сосын жеңге мен қайнының қалжыңдарын көп естідік елде. Мен басқаны қояйын, жаңа Бекеңді айтып жатырмын, Бекзат. Қазалыға көшіп кеткеннен біздің анамыз Қазалыға продукт алуға, жаңа үйге керек жарағын алуға барады. Сол кезде базар жақтан, я вокзал жақтан көріп қалса, жүгіріп, о, менің ақ жеңгем келеді ғой деп құшақтап жатырып, қолын қалтасына салып жатады. Маған алып кетқан қайда дегендей. Ерке қайны. Сонда қайны мен жеңгенің арасында еркелік бір-бірін түсініп тұр да. Сол қалжың қазір бар ма? Жоқ. Қайда кетті? Жоғалып кетті. Халықтың санасын түйсіліп кетті. Қазір ойнасақ та ойланып ойнаймыз ғой. Ойланып, айтатын әңгіме. Сіздерден қолына қалтасын сала салу. Ішіңнен айтатын нәрсені айтылмай, қолың жүгіріп қаласың. Ана осы Оңталап Нұрмаханов деген ұстазымыз бар, Бекзат бәрі қатар жүрген. Сол кісінің бір жерде айтысып жатқан кезінде айтқаны, екі жігіт пен жеңгесінің, қайнысының екеуі айтысып жатқаны. Жеңгеміздің жүзінде нұры көп, жеңгеміздің жүзінде бұл нұры көп. Қайнысынан тамсынатын түрі жоқ. Ағам жоқта шақырсаңшы үйіңе. Айтатқан өзіңізге сырым көп деп. Қаймайтсы ғой сөйтіп қоя қойған. Сол кезде жеңгесін айтқаны. Деп жатыр-ау жүзіміздің нұрын көп. Айтатұғын дейді маған сырым көп. Ағаң жоқта келгеніңе не пайда? Ағаң барда келіп көрші мұрым оқты. Тамаша қалжыңдар да. Жалпы енді соғыс өте ауыр нәрсе ғой. Қанша аталарымыз кетті, әжелеріміз жаңағыдай қиын тағдырға тап болды. Жалпы қазіргі кезде осы бейбітшіліктің, тоқшылықтың қадірін білмей кеткен жоқпыз ғой жалпы. Біз білмей кеттік. Кезінде біраз метке демей-ақ қояйын, үзіп жейтін нанға зар болып жүрген адамдар қазір оның бәрін ұмытты. Өйткені еркіне жіберіп қойды халықты. Қай жерге барам десең де күніңді көрдігеннен кейін не болса соны жасап бара жатыр бәрі. Сонымен тіршіліктің не қадірін кетіп аламын қорқам. Бұрынғы өнер адамын сыйлау, өнерді құрметтеуде алыстап бара жатыр. Қайран жеңгемді тыңдап тұрасыз ба жалпы? Тыңдаймын, көп тыңдаймын. Мен біреудің басында жағдай болса да, өзім басында жағдай соны қабылдаймын, сөйтіп тыңдаймын. Сосын екінші жағынан Мұқағалиды сағынған кезде тыңдаймын. Сағынбайтын адам жоқ қой Мұқағалиды, өнер адамдар ішінде. Сосын өзімнің басында бір қиыншылық жағдай болғанда соны тыңдаймын. Кейде бір жеңгелеріме ренжіп қаламын ғой. Енді пендеміз ғой енді. Сол кезде соны тыңдаймын.
ай осындай жеңге бізге де тап келсе ғой деп. Жеңге мен қайынның арасындағы ілтипат қой. Үлкен ілтипат. Мұқағалидың туған жерінде болдыңыз ба? Бардым. Қарасазға? Қарасазға бардым. Шөгуде? Иә, бәрін бардым. Сөйтіп бір маған үлкен апа, біз апа дейміз ғой біздің тілмен. Алматы жақта апа деген әже ғой енді. Үлкен бір жеңгеден үлкен енді апаның. Шымбірген деген сен ба айналайын деп таныстырған кезінде. Сөйтіп келіп қолымды алайыншы, маңдайынан сүйінші. Біздің Мұқағалидың сөйтіп өлеңіне ән жазған баласың ғой сен деп маңдайынан сүйіп үлкен бір демеушілік көрсеткен. Мен анадан кейін тебіреніп тұра алмадым. Бойымды қуатпай деп кәдімгідей, онан кейін де шығара берсем екен деп. Ол адамды қамшылайтын сондай нәрселер ғой. Енді екінші бір сіздің өзіңіз жаңа айтып кеттім ғой сөздің арасында. Маған да ұнайды, бүкіл қазақ халқына ұнайды деп ойлаймын. Беу дүние. Осының шығу тарихы қандай? Тойдың иесіне ренжіп қалдым. Сол кезде маған көп адамдар бір орысша нафаден естеді. Микрофонмен алып бір нәрсені айта берді, анамды айта берді. Содан қатты ренжіп үйге келгім келмеді. Көшеде жүрдім. Ақтөбеде ғой? Иә, Ақтөбеде. Сосын көшеде жүріп, машинамен жүрдім, былай жаяу жүрдім. Болмағасын бұлар сырт жаққа шығып кетіп, таудың үстіне шықтым. Сөйтіп тұрып, ойыма бірдеңе келді. Беу дүние десеңші. Дедім де, осыны әңгіме деп жөргегімді жырмен аштым. Тәтті өмірді тілге бастым. Бірде тоқпын, бірде ашпын, бірде қартпын, бірде жаспын. Бірде мамық, бірде таспын, айтшы өмір кімге жалған, кімге рассың деп. Соған басылып кетті. Содан сөйтіп жазып, әнін шықты да бір-біріне бір қабысқандай болды. Ананы шығарып отырып, өзім жылап, еңіріп сөйтіп, Еркін Нұржан звондап, маған бір осындай бір мұңды бір әндер керек еді. Мен айтамын, өмірі мұңдарды айтасыз десем, жоқ, өзім істеймін сондай деп. Содан осыны айтып едім, ойбай жәке маған жібер деп, соны жіберіп, жазып шыққан ана әнін тыңдаған кезімде, ой, тебіреніп басым жарылғандай болды. Бір адамын таптау дедім мен. Сәті болған дүние ғой. Өмірді тілге бастым, бірде тоқпын. Өткен күндер бұлдырайды. Келер күндес бұлдырайды. Келер күндес бұлдырайды. Бұлдырайды. Келер күндес бұлдырайды. Бір қуаныш бұлдырайды. Қайғы. Күнген айды. Күмшілайды. Күмшілайды. Аспаннан күн құлайды деген. Ақшамда аспаннан да күн құлайды. Күн таңертең атады, кешке өледі. Соны бір кісі айтқан маған. Сен білесің ба, уақытты босқа өлтірме дейді. Неге деп едім? Сен осында отырсың, өзің әңгіме айтып отырсың, өлең айтып отырсың, өлең дұрыс енді. Бірақ сағатты қарашы дейді. Жүк кетіп, бір секунд кетті, өзі уақыт өлді дейді. Беу дүние десеңші, жүрегіме сақтап қалды, сол өмір әніп кетті. Бір сөздің өзі, беу дүние десеңші дейді. Бұлдыраған күндеріңізден жалпы сөзіңізден алайық та енді әндеріңіздің сөзінен. Есте қалатын бір өкініш болмаса қуаныш өткен күндерден. Өткен күндер, сол балалық күндерде жаңа домбыра үйренемін деп жүргенде анамның қолыма ақша беріп барып домбыра алып кел деп. Барсам, ауылда бір жалғыз ғана дүкен бар. Сол дүкенде домбыралар іліп отырған көретінмін, бірақ ақша жоқ болған салмай жүрдім. Анам бір мал сойып жатыр үйде. Соған жаңа етті сатқан ғой, соған ақша түскен бар. Әнеуінгі арманда жүрген домбыраны алып кел деп қолыма ақша берді. Ай деп барып алып келдім жаңа домбыраны. Содан әкеліп үйдің қасында мен әкемнің құрдасы, әрі біз туысқан болып кеткенбіз, көке дейтін еді, Жұмабай көкеміз. Сол кісіге мамам басына, домбыраның басына ақ орамал түйіп, мына ақша түйіп басына. Мына көкесі-ау, балаң домбыра үйреніп келе жатыр. Деді, үйретем ғой деді. Мына басында байлағаны бар деді. Ойбай, көркем қайда? Шешеміз аты көркем, Жұмабай көкеміздің әйелі. Көркем, көркөшке дейтін еді. Көркөшке, кел мына шымберген келді. Мына домбыраның басында байлағаны бар екен, соны ал деп. Соны ана шешіп алып, мәз болып, содан дастархан жасап, ал енді осы каникул, осы үйде қаласың, қашан үйренбей қайтпа деді маған анам. Содан 5 күннің ішінде бір 3-4 ән үйренгенмін. Домбыраға салып, соны айтып шыққан кезінде анам көрші-көлем бәрін шақырып той қылды. Мен балам домбыра үйренді, ән салып жатыр деп. Содан менен кейінгі інілерім бәрі солай үйренді. Неге өткен күндер бұлдырайды жалпы? Неге бұлдырайды дейсіз? Адам жүрегінде қалмай ма?
өткен күндерде белгісі жоқ күндер көп. Еш нәрсемен шаруамыз болмай кеткен күндер бар. Қадірсіз күндер ба? Қадірсіз өткен уақыт па ол неге? Қадірсіз өткен уақыт, ойсыз уақыт. Балалық. Ойсызға уақытыңыз көп болды ма? Болмады демеймін, болды. Бала күнде еш нәрсемен ойланбадық. Өйткені алдымызда асқар тау әке, Ақжауылтта ана. Ойсып етек жейіп, ес жиғаннан кейін ше? Онан кейін ондай нәрсе ойлауға мүмкіншілік болмады. Енді мен әкем 98 жылы 23 жасымда кетті. Содан кейін ағам ол кезде Байқоңырда төртемді бөлек шығып кеткен. Кілең қыздар тұрмысқа шығып кетті. Анамның қасында тек жанына жылау болып мен қалдым. Содан кейін ондай еш нәрсе ұрланбадық. Пайдасыз жерлерге бармадық. Әйтеуір тіршілігімізді жасап, өлеңімізді айтып, бір жерден бет ашып келіп, бір жерден барып той басқарып келіп, сөйтіп ақшамызды тауып, үйімізді сөйтіп асырадық. Өткен күннен, бұлдыраған күнмен өкінішіне, жаңа қуанышты айттыңыз, бала кезінде домбыра үйренгеніңіз. Өкініші сол уақыттарда шығып кетпей елде қалып қойған. Мен кеше бертін келеді, 35 жастарыма таман шықтым. Айтысқа да ара тұра барып тұрдыңыз Аралдан ба? Аралдан айтысқа қатысып. Аралдан барып тұрдыңыз? Аралдан барып тұрдыңыз. Сосын Аралда мәдениет үйінде істедіңіз қоса? Мәдениет үйінде, енді ана қыздар мәдениет үйінде сұрақ қарайды оған. Аралда өзінде де істедіңіз ғой кейін? Жоқ. Істеген жоқсыз? Бірақ мен көбіне Аралда жүрдім. Өйткені ауданға келетін қонақтар келеді, соларға арнау айтуымыз керек, соларға концерт беруіміз керек. Сол уақыт кетіп қалды дейсіз ба? Бос болып тұрдық. Кім кетіп бір секунд кетті, уже уақыт өліп барды деген сөз деген. Соны ойнамайды екенбіз. Құлдыраған, келер күндер құлдырайды деп айтасыз ғой енді. Келер күн тез келіп жатыр. Тез қардай жатыр. Келер күн тез құлдырайды дейсіз. Үш ақ сөз деген, келер күн тез 4 ақ сөз. Осы құлдырап келатқан тез уақыт қой айтып тұрғанымыз. Осы уақыттан сіз не істесем, не пайда жасалсам, елге, халыққа, болмаса өзіңізге де ойлайсыз. Мен сол кезде ол елде тұрған Қызылжар ауылды жаңағы Аралдан өткен күндер бұлдырайды, келер күн тез құлдырайды. Әне шығам, міне шығам, халыққа енді көрінем деп жүргенде уақыт өтіп бара жатыр. Тез құлдырап барады да тез өтіп барады, күн артынан күн. Бұрын айтатын, үлкен кісілер айтатын, туған ай тураған етпен бірдей деп. Бірінен соң бір жылдам өтіп бара жатты. Сосын мен айттым, осылай күні өте бере ма? Бір күні қартайып қалайып, ешкімге керегіміз жоқ болып отырып қаламыз ғой деп. Сондай жағдай, сол ойға ой қосып та соны жаздым. Ақшамда, аспаннан да күн құлайды. Яғни бәрі мәңгі емес. Бәрі. Уақытша. Күн шығады, кешке өледі. Айтып ат, 30 күннен кейін ол да өледі. Көктем, жаз, күз келеді, жылда өледі. Бір жыл өзі кетіп жатыр. Жайме болар еді. Байда емеспіз, арғы емеспіз. Ұныққанмен әрді емеспіз. Бірі атса, бірі батар. Пенде деген таңмен кешпіз. Бірі таң, бірі кеш қой енді. Қарап отырсаң, кешің үлкен кісілер қарттар ғой. Таң жаңартып жатқан жастар. Ол анау айналып түсі бар, амырты бар, кеші бар, барам дегенше, анау қартайғанымызды аналар. Сөйтіп жүріп, бәріміз сенде менде мәңгі емеспіз. Бәріміз де сенде мәңгі емеспіз. Өте адамды ой салатын, адамды бір терең ойға жеткізетін. Осыны тыңдап отырып бір айтады, мына әнде бір терең логика бар ғой. Шынымен? Ол бәрін салыстырмалы түрде келтірген екенсіз, сөзін өзің жаздың ба, не өзің жаздың? Рахмат айналайын, батамды бірінші батасын берді. Сөйтсем, ол сөзі түсініп отыр екен. Жалпы жырды, өлеңді қай кезде жазасыз? Біреулер айтады, жаңа біреу ренжіп келген кезімде дейді, соған шығарам дейді, төтпақ, Алла сақтасын, өмір бойы ренжітіп бермейді ғой, өмір қуантады. Бірде жығыласың, бірде тұрасың. Мен өлеңді көңілді келген кезім жазам. Ол қандай өлең болсын, мұңды өлең болсын, өйткені өзінің көңілді болып тұрып шығармаған, көңілінен шықпаған өлең жұрттың көңілінен шықпайды ол. Сондықтан үйге көңілді келіп, бір жерден рахаттанып келсем, я біреуден бір жақсы сөз естіп үйге сөйтіп келген кезде, қазақта мұсылман қауымында садақа деген бар да, сонда дінтанушылар, я болмаса имамдар айтады, сен біреуге қарап жылы немен күліп қарағанның өзі, я болмаса біреуге жылы сөз айтқанның өзі садақа дейді. Жылы сөз айтқан. Жетімнің басына сипағанның өзі садақа дейді. Сондықтан сол ана келгенде елге сабақ болсын деп ойланып келіп жазасың ғой өлеңде. Анау шығармашылық деп қалдық қой енді, осы бөлікте шығармашылыққа арнап жатырмыз ғой. Сіз мына осы қай жылда 2016-15-те ма жаңағы
жол апатынан түсіп, 15-ші жыл ғой деймін. 15, иә. Содан кейінгі уақытта бір ауырдыңыз біраз уақыттан кейін. Сосын бірақ бір ән туды, иә? Ауылым туралы ғой. Жетегіне бұзалғанның, иә. Соны өзіңіз жаздыңыз ғой? Иә, жетегіне бұзалғанның қалаға жетел біз артынан жүріп, Арманның ауылдан шығып кетіппіз. Сөйтсем, сол бір кісі дұрыс түсінбейді, Арман дегенің дейді маған. Мен айтамын, адамның қиял Арман, солай ма? Жалпы, ауырып тұрғаннан кейінгі бірінші шыққан ән ғой деймін. Иә. Жаңылыспасам. Ауылға деген бір сағыныш па? Сағына беремін ауылды. Сағына беремін, өйткені біздің ауыл сондай бір өнерлі ауыл. Сосын ақсақалдар бір кәдімгі дұрыс тәрбие беретіндей әңгімесі бар ауыл. Жалпы ол жердегі ауылдардың бәрі жаңа Қаратерең, Бөген, Аманөткел. Мен айтқан баяғыда, жасымда арқаладым Қаракетпен. Тілегін батасын берді аға көптен. Біреуін данал еткен, біреуін дарал еткен. Сол жерде Қызылжар, Бөген, Қаратерең, Аманөткел барлығын бір ауылға санап өткен. Барлығын бір ауылға санап өткен. Сондай керемет жерлер ғой біздің елдер. Сосын сол өлеңдегі ауылдан адам кеткенмен адамның ауыл кеткен бір дөп басқан сөзді. Нағыз бір фишкісі болды енді. Адамның ауылдан шыққанмен жүрегіне ауыл қалады деген. Ауылдан адам көшкенмен адамның ауыл көшпейді. Ауыл көшпейді ғой. Қалды ғой сол жерде. Енді шығармашылық дегенде сіздің айтыскерлігіңіз, суырсылма қасиетіңіз бар ғой. Көп ақыннан асып түстіңіз ғой негізі. Айтысты, бірақ сізді көп көрген жоқпыз негізі. Мен өзім солай жобалаймын. Мен енді ол кезде студент кезімде сіздің айтысқа барып жүргеніңіз есімде. Зинон Шүкіровтің айтысы болды. Ғанидың жылдығы ғой деп қосам. Қызылордада театрда Наталья Жанында оразалылар қатысқансыз. Сіз үшінші орын алдыңыз ғой деймін. Бас жүлдені алдыңыз. Бас жүлде алдыңыз, иә. Оразалылар шықты, тағы кімдер шықты? Бекарыстар келгеніңіз бір. Айтысқа бірақ көп қатыспаған сияқтысыз, әлде мен қателесем ба? Жоқ, көп қатыстым, не қатысында. Сізде барып, Мұхтар Ниязов айтатын бар ғой, Шәкең деп хобби сияқты барады да кетіп қалады, жүлде алып кетеді деп. Ана бізде көктем келгеннен бастап уже мамыр айында ауданда өтеді айтыс. Аудан іріктеліп шыққан ағында бірінші, екінші, үшінші орын, төрт, бесінші орын алғанда сол жан жаққа кетеді. Сосын Қызылордада ауласына айтыс болады. Облыстан жеңіп шықсаң республикаға кетесің. Сондайларға барамыз, кейде бір сәт болып барасың, кейде айтыс өтіп кеткеннен кейін хабар кейде. Ол кезде телефон сотовый жоқ, ұялы телефондар. Ана домашниймен айтқан адам ұмытып кетеді. Сөйтіп кейде қалып қойған кездерімізде болды. Сөйтіп айтып республикалық ақындар айтысына бір 4-5 рет қатыстық. Біреу жаңа Ғани айтты, біреу жаңа Павлодарда өткен, біреу Алматыда өткен айтыстар. Аламанға қатыстым. Ол Аламан енді. Сол шыңы болған жоқ па? Шыңы болды. Ең шыңы сол болды. Мен тәрбиелегенде сол айтыс болды. Өйткені 2 сағат отырып айтыс өткен. 20 минут емес, 15 минут емес, жарты сағат емес. Тікелей эфирде 2 сағат отырып айтыс өткен. Бірақ сізде бір кішкене бір пендешілік өкініші болған жоқ па Шәкен? Шыныңызды айтыңызшы, жалпы мен осы жеңдім ау, бірақ осы әділ қазылар бір кішкене аяқын қағып кетті-ау деген. Ондай басқа айтыстарда да көп болатын еді, онда айттым ғой. Пендешілік қой, 20 минут айтыстың ішінде әлі де болар, аман болайық дейтін. Мына Аламан айтысы да көп аяқтан шалды. Бірақ содан кейін бір түңілген жоқсыз ба жалпы? Жоқ, түңілген жоқ. Қайта бір кісі айтты маған. Бекіреңді тұмсығы тасқа тимей қайтпайды деді. Сен мынау кішкентай ғана маңдайыңа бір тиген нәрсе екен. Сен оны өзің түңіліп жеңе алмайсың, оны өзіңді құртасың. Сен үстіне қарай да тапай бер. Қайта шыға бер. Ақыры жеңіп шығасың деді. Сол сөз қуат берді маған. Шәке, енді әңгімемізді соңғы туры, үшінші тақырыптың туры, сіздің өмірге байланысты ой толғамдарыңызды сұрағым келіп отыр. Жалпы бағанада әңгіменің арасында енді өнерді айттық, оның ішінде өмірде айтылып кетіп отыр әңгімеге болғасын. Жалпы өмірде қанағат қылатын нәрсеңіз не жалпы өмірде? Мына өмір, өз өлеңде, өмір туралы өлеңде бар ма? Пенде деген таңмен кешпіз деп. Бір таң атып, кешіп жатқандай өмірде оның енді ымырты бар, тал түсі бар, сәскесі бар. Сол
уақыттың ішінде енді жылдам өмір ғой, тез өмір ғой, көзді ашып жұмғандай деп жатады. Не қанағат қыласыз? Қанағаттанатын нәрсеңіз не жалпы? Қолда барға қанағат қыламын. Қолымда барға. Сосын жан жақтың амандығына. Оған жететін ештеңе жоқ. Басың аман, бауырың бүтін болса, бар байлық, бар жетістік солда ғой деп ойлаймын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Мына дүрбелең дүние ғой, Шәке. Аумалы-төк бөлек өмір. Тіпті кейбір елдерімізде қарсында көрші Украинада болып жатыр қазір, иә? Болмаса өзіміздің елімізде одан аман қалған жоқ, кеше қаңтардың қасіреті болды. Оны Ақтөбеде айналып кеткен жоқ. Жеті жағасын Ақтөбеде көрдік, бірақ негізінен бас Атырау, Ақтау, Қызылорда өзіміздің туған жеріміз. Ар жағы Шымкент, Алматыға басып кетті ғой жалпы. Халықтың дүрбелеңге шығуы. Әртүрлі себеп бар ғой жалпы. Бұл жерде газдың бағасы дейді, оның газдың ар жағында нанның бағасы бар, ұнның бағасы бар, жалпы қымбатшылық та бар ғой негізі. Жайдан жай ішіп қойды. Жалпы осындай нәрселерге сіздің ойыңыз қалай жалпы? Халықтың шығуы, тұрмыстың ауыртпалығы деген сияқты нәрселер. Мына жаңа дүрбелең көтеріліске шығып жатқан жалғыз ғана газ емес. Ондай қиындықтар аз емес. Халық жағдайы мәз емес дейсіз. Халық жағдайы мәз емес. Бәрібір де аз емес. Мына негізі дүрбелеңге шыққан бейбіт шеру болу керек. Көп адамнан айырып қалдық. Енді баяғы анау 86 жылғы желтоқсанда да сондай қасірет болған. Кеше қаңтар қасіреті өте халыққа соққы болды деп есептеймін. Енді бір кісінің әңгімесі маған кешкісін түнде осы мазаламасын деп сотовый телефонын сөндіріп қойып таңертең қосуға қорқамын дейді. Қай жақтан не хабар кетіп қалады екен деп. Сондай бір үркіп өткен заман болды, уақыт болды. Көп адамымыздан айырылдық, көп нәрсені жоғалттық. Жеткен жетістігіміз көп емес, бірақ сонда да халықтың бас көтерген дұрыс, бір жағынан дұрыс, бірақ бейбіт шеруге шығу керек. Бірақ біз атқа мінген қазақтың бұрынғы қанында бар қасиет, бірдеңеге барып ұрынбасақ ешнәрсе тоқтамайтын белгілі ғой. Бекіренің тұмсығы тасқа тимей қайтпайды деп. Соны әйтеуір қорытындыда болып та жатқан шығар, бірақ көп адамымыз айырылып қалды, соның өкініші жаман. Бірақ басқа бір мемлекеттің адамдары, бұл түрік тілдес халықтардың ішінде айтып жатқанда, Қазақстан байтақ жер, кең байтақ жер, аттың дүбірімен, аттың тұяғымен, ақ білектің күшімен сақтап қалған жерге көз алартып қарамайтын басқа ұлт өкілдері жоқ емес, бәрі көп. Бірақ соның бәрін ұстап отырған қазақтың ақылдылығы, өзінің жаңа батыр мінездігі, бітімгершілігі сондай деп. Негізі қасірет қой бұл. Ұлтқа келген қасірет. Жақсы. Ішінара соғыс. Өзіңіздің не тәтті жалпы сізге өмірде? Өмір сүргеннің өзі тәтті, өмірдің өзі тәтті ғой, бірақ өмірде сыйластық тәтті. Өмірде сыйластыққа кетіп қалған кезіңіз болды ма жалпы кейбір адамдардан? Мысалы, өнердің, шабыттың шалқуы адамды кейде көтермелеп те жібереді ғой. Семізді қой көтереді деген қазақтың сөзі бар ғой, бірақ ондай қателік болды ма жалпы сізде? Мен енді әркім өзін жамандамайды, я болмаса басқа нәрсеге итермелемейді ғой, бірақ мен де қателігім көп шығар, пендемін ғой, бірақ мен өзімнің айналамда жүрген кезде бір 2-3 жігіттен солай кетіп қалғаным. Өйткені оның көкірегінен намыс деген сөз бар қазақта. Сондай бір кісідей пайдаға тап болса, адам менсінбей сөйлеп, мен кергетіп бір мұқатып сөйлеп қалған кездер болды да, сосын айттым, мына жігіт көп жерде абырой бермейді екен деп, алыстан сыйластым. Сәлем түзу, сәлем берем, бірақ burada сағында отыра алмаймын. Өйткені сөзім жараспай қалады. Сізге не қымбат жалпы өмірде? Өмірде сыйластық қой, сол сыйластықтан артық қымбат нәрсе бар ма? Ол үлкен болсын, кіші болсын, үлкен адам өтіп бара жатқанда жас баланың барып сәлем бергеннің өзі үлкен сыйластық, сол қымбат. Не жақын жалпы өмірде? Мақтау жақын, жағымпаздық жақын қазір. Көп адамды қарасаң екі түрлі. Бізде мына Арал ауданында шығып жатқан камбала деген балық бар ғой. Бір жағы ақ, бір жағы қара. Сондай. Бірде ағарып тұрады, бірде қарайып кетеді. Не арзанды? Арзан нәрсе не? Бос сөз. Арзан. Жалпы мына апатқа ұшырағаннан кейінгі өміріңізді жалпы
апатқа ұшырағаны есіңізде, иә, өзіңіздің? Үлкен сынақ болды ғой сізге? Сынақ болды. Не ой түйдіңіз жалпы осы өмірден? Мен сол жерде жатқанда ойландым, көп адамдарды еститін едік, көп адамдарды кейде өмірден жоғалтып алып жатамыз, осындай жағдайлармен екен ғой деп. Содан кейін өмірге қайтты маған қанаттану болды, қайраттану. Жоқ, мен бұлай болу мүмкін емес. Сол кезде маған бір кісі келіп айтқан, кім түспей жатыр апатқа? Аман қалғаныңа қуан, енді сен қайраттан, сен бұрынғыдан да екі есе жақсы болуың керек деп. Сонымен сол айтқанмен келе жатырмыз. Не армандайсыз жалпы өміріңізде? Өмірімде бір кісі төсекке кешін жатайын жатқан кезде айтады, я Алла Тағала елімізге тыныштық, үйшімізге берекет берді, елімізге саулық берді, бала шағамыздың немере шөбере шөпшектің қызығын көретіндей ұзақ ғұмырлы, қайырлы, берекелі жас бер деп тілеп атты, ел үшін тілеп атты. Ең соңында өмірімнің соңында кемпірімнің артында қалдыра көрме дейді. Кемпірімнен бұрын ал деп тұрды. Сол сыртқа шыққаннан кейін бір кісілерге айтсам, міне нағыз тілектің төресі сол дейді. Неге десем айтады, ол ана келінге ананы жасап жүрші, мынаны жасап жүрші деп айта алмай қалатын уақыттар болады дейді. Ана әйел болатын болса, өзінің кемпір болатын болса, басын уқалап, аяғын уқалап, сүрдесі суын беріп, дәрісін беріп, қасында өбектеп сөйтіп жүрген, одан артық байлық, одан артық бақыт жоқ дейді. Болашақ дейді, бәрімізде қазір барымыз өзіңіз өлеңде айтқандай, бүгін барымыз ертең жоқпыз. Жоқ кезде сізді қалай еске алған, қалайсыз жалпы халқыңызды? Артымыздан бір жаман сөз ермес екен деймін. Оны ергізбеу әуелі өзімізден. Бұрын бабаларымыз айтатын, жақсылық көрсем де өзімнен, жамандық көрсем де өзімнен деп. Әуелі адам өзі дұрыс болу керек қой. Сондықтан барлық ел азаматтарымыз дұрыс болсын. Еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын. Бәле жаладан, қауіп қатерден, ауру сырқаудан, соғыстан сақтасын. Рахмет, Шәке, ой толғамдарыңызға, бізге уақыт бөлгеніңізге бірінші. Жаңа өзіңіз айттың ғой, сырт етіп бір секундтың сырғығанның өзі уақыттың өтіп кеткені. Сіздің де ауырып тұрдым, аунап тұрдым деп келіп, халқыңызға аяғыңыздан тұрып, осындай жағдайға жетіп отырғаныңыз, әңгіме айтып тұрғаныңыз, жақсы ой толғам жасап отырғаныңыздың өзі үлкен бір жақсылық деп ойлаймыз. Сізге көп рахмет айтамыз. Бәрімізге де сол аманшылық болсын. Таңымыз азанды, қонысымыз қазанды, көшіміз көлікті, қонысымыз көрікті болсын. Ұлдарымыз бөрікті болсын, қыздарымыз көрікті болсын. Әркім сыйлас болады өз досымен. Керуен тартқан өмірдің ұзақ көшінен. Арта берсін ырыс бақыт несібең. Ұрсат болса бауырым, тоқтатайын осымен. Құрметті көрермендер, осымен біздің бүгінгі сұхбатымызды аяқтаймыз. Біз Ақтөбеден осылай бағдарлама жасадық. Бүгінгі қонағымыз белгілі ақын, композитор, айтыскер, қазақтың белгілі азаматы Шынберген Сүлейменов болды. Сізге көп рахмет. Ұнаса лайк басыңыздар, бөлісіңіздер, комментарий жасаңыздар. Бір-бірімізге қолдап жүрейік. Аман сау болыңыздар.